Сәлем достар, сіздермен бірге Мадина. Біз бүгін өте дәмді болып шығатын екі түрлі тіске басар дайындаймыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқаны саламыз. Тұз салып жақсылап араластырамыз. Бір ас қасық қант саламыз. 2 ас қасық сұйық май құямыз. Бір шай қасық ас содасын біздің жылы сүтіміздің үстіне салып араластырамыз. Сүттің біраз бөлігін құйып, жақсылап араластырамыз. Ұнымызды електен өткізіп саламыз. Осылай бір келкі масса болғанша араластырамыз. Сүтті аз құйып араластырған дұрыс, сол кезде бізде ұн кесектері қалмайды, жақсы араласады. Қалған сүтімізді құйып, жақсылап араластырамыз. Неке біздің массамыз дайын, осындай сұйық болады. Тапамызға біраз май жағып, бір ожаудан құйып пісіреміз. Өте әдемі болып пісіп жатыр. Салмасын дайындаймыз. Тапамызға біраз май құйып, сиыр етінен тартылған фаршты салып қуырамыз. Біраз қуырылған соң, үстіне бір бас пиязды ұсақтап турап саламыз. Жақсылап араластырып, жарты сәбізді үккіштен өткізіп қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Бір шай қасық тұз, жарты шай қасық қара бұрыш салдым. Жақсылап араластырып, 2 ас қасық су құйдым. Араластырып, бетін жауып, бұқтырып, жарты сағатқа жай отта қойып қоямыз. Пісіреміз. Мінекей біздің салмамыз дайын, жұп-жұмсақ өте әдемі болып пісіп шықты. Екінші салманы дайындаймыз. Менде сүзбені осылай шанышқымен майдалап, оның үстіне қант және қаймақ салдым. Бәрін жақсылап араластырамыз шанышқымен. Құймақтарымыз дайын. Осындай болып пісіп шықты. Салмасын салып дайындаймыз. Осылай ортаға түйіп, видеодағыдай. Қалауларыңызға қарай көк пиязбен, укроппен, ақжелкенмен, жусаймен осылай түйіп байлап қойсаңыздар болады. Дастарханда ерекше көрінеді. Чечел ірімшігімен байласаңыздар да өте ерекше болып көрініп тұрады. Неке дайын, қараңыздар қандай керемет болып шықты. Үшіншісін көрсетемін. Өте оңай жасалады. Екінші салмасын дайындаймыз. Екінші салмасымен ортасына осылай жасап, екі шетін видеодағыдай жинап, осылай
бүктейміз. Өте оңай әрі тез дайындалады. Осы салмамен балалар өте қатты жақсы көріп жейді. Сіздер де осылай үй жағдайында дайындап көріңіздер. Қараңыздаршы, қандай керемет болып шықты. Мерекелік дастархандарға қойсаңыздар өте керемет, көз тартып тұрады. Қазір ортасын кесіп көрсетемін. Неке өте дәмді әрі тез дайындалады. Сіздер де үй жағдайында дайындап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазыңыздар.